Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге езілмей пісетін осы өріктің тосабымен бөлісетін боламын. Бұл өрікті сіздер әртүрлі пирогтарға қолдансаңыздар да болады, ал сиробын шайға немесе компоттарға қосуға болады. Өзіме осындай езілмей пісетін тосаптар ұнайды, оны алдыңғы бөлімдерде де бөліскен болатынмын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ең алдыменен осылай өрігімізді таңдап аламыз. Бұл жерде 7 килограммдай. Менде оның барлығын жақсылап жуып, тазартып аламыз. Тек қана қаттыларын қолданамын. Бірнеше рет таза суға шайып алғаннан кейін өрігімізді дайындайтын боламыз. Яғни көп күтудің қажеті жоқ. Яғни осы өрігімізді дайындап алдыңыз ба, бірден қайнатуды бастап кете берсеңіздер болады. Банкының атылмауының бірден бір себебі жуылуында, сондықтан бірнеше рет жууға кеңес беремін. Ал енді осындай карандашымызды аламыз. Өріктің соңғы жағынан жаңағы карандашымызды сала отырып, жаңағы ішіндегі сүйегін алатын боламыз. Бұрын мен бұлай жасап көрген жоқпын, ортасына бөлетін едім. Осы бір әдісті де қолданып көрейін дедім. Рецепт өте маған ұнады, сенімді. Міндетті түрде өздеріңіз де жасап көріңіздер. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін таза бөлек ыдысымызға құрғақ секерімізді саламыз. Яғни өзіңіздің тәттілігіңізге қарай қосасыздар. Менде 5 келідей болған соң 5 келі шекерді солаймен салып жатырмын және 1 литр шамасында су құятын боламын. Оны жақсылап ертіп алып, содан кейін барып баяу отқа қойып сироп қайнататын боламын. Жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Содан кейін газымызға қойып, осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Осылай қайнап енді бастап жатырған кезде өріктерімді саламын. Салып алған өріктерімізді 20 минут баяу отта бір бүлкектетіп аламыз. Яғни сатырлатып қайнатудың керегі жоқ. Тек 20 минут баяу отта тұрса болды. Жақсылап бір араластырып алғаннан кейін бетіне көбік шығуын қарайсыздар. Шыққандай алып отырасыздар көбіктің. Негізі 3 рет қайталанады. Бұл жерде 2-ші рет қайталану менде көрінбей қалыпты. Мына уже менде дайын тұрғаны 3-ші қайнатылуы. Яғни 20 минут қайнатып болғаннан кейін сөндіресіз газды, толықтай суытасыз, сосын 2-ші рет қойып аласыз. 3-ші 20 минутта уже мен банканы жабатын боламын. Яғни осылай банкаларымды жуып, парлап, сол жерден ыстықтай құятын боламын. Азғантай көбіктер қалған екен, оны да алып тастаймыз. Енді жаймен банкаларымызға құя берсек болады. Рецепттерімді міндетті түрде алдын ала тексеріп, содан кейін барып сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан қорықпай осы рецепт бойынша жасай беруіңізге болады. Енді осылай барлығын құйып алғаннан кейін закрывашканың көмегімен жабатын боламыз. Бұны негізі мен андай бұрандалы қақпақпен де жапсаңыздар да болады. Менде болмағандықтан осылай 2 литрға жауып тастап жатырмын. Міндетті түрде тексеріп алуды ұмытпаңыздар. Және де барлығын жауып болғаннан кейін жылы етіп орауды да ұмытпаңыздар. Суығанша осылай толық орап қоятын боламыз. Банкамызды толықтай суытып алдық. Енді қысқа қорықпай сақтай берсеңіздер болады. Түсі қанық байқасаңыздар, дара-дара болып жүреді. Сақталған сайын өзінің дәмін жоғалтпайтын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Енді дәмін көретін боламыз. Мінекей, бұл рецепт бойынша негізі тәтті тоқаштарға, пирогтардың ортасына қосуға да қолайлы рецепт. Сондықтан міндетті түрде жасап өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментария қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Астарыңыз дәмді болсын.